Ал балалар, сендердің ертегі тыңдағыларың келе ма? Иә. Олай болса, мен сендерге ертегі айтып берейін. Халық ертегісі ақылды етікші деген ертегі айтып берейін. Баяғы заманда бір хан болыпты. Хан өзінің уәзірлерін жинап алыпты. Солай уәзірлерін жинап алыпты да халыққа жеткізіңдер депті. Мен бұйрық шығардым. Халық өзіне пайдалы жұмыс жасамасын. Түнде ешкім жарықты жағушы болмасын. Мен осы бұйрығыма бағынбайтын адамдарды мен жазалаймын депті. Содан уәзірлер халыққа байдың бұйрығын жеткізіпті. Содан енді бай бір күні өзі ескі киімдерін киіп алады да халықты тексеруге шығады. Мен бұйрығыма бағынып жүр ма, бағынбай жүр ме екен деп. Содан бай бір күні түнде қарай көшеде жүрсе, бір үйдің жарығы жанып тұрады. Сонымен жарығы жанып тұрған үйдің барып терезесінен қараса, іште бір етікші отыр екен. Ол етікші етік тігіп отыр екен. Содан бай келіп, мынау етікші не, менің бұйрығымды естімеді ма? Ол неге менің бұйрығыма бағынбады деп, бай қатты ашуланып ызаланады. Содан бай қатты ашуланып ызаланып келіп етікшіге келеді. Етікші, сен не менің бұйрығымды естімедің ба дейді. Соң етікші айтады, жоқ, мен естідім дейді. Онда неге сен бағынбай отырсың? Неге жарықты жағып, сен жұмыс жасап отырсың түнде дейді. Сосын етікші айтады, мен 4 теңге табыс табам, 4 теңге зиян шегем дейді. Бай бұның сөзін түсінбейді. Сөйтеді де бай үйіне қайтады да уәзірлеріне барады. Уәзірлерін бәрін жинайды. Сөйтіп уәзірлеріне айтады, түнде мен етікшіге бардым. Етікші маған түнде жарық жағып етік тігіп отыр екен дейді. Сөйтіп мен сұрақ қойғанда, ол мен күніне 4 теңге пайда табамын, 4 теңге зиян шегемін депті. Сендер уәзірсіңдер, уәзір деген ақылды болу керек. Сендер маған бұның мағынасын түсіндіріп беріңдер. Әйтпесем, мен сендерді жазалаймын сендерді дейді, менің жаңағы мағынасын түсіндіріп бермесеңдер дейді. Содан уәзірлері ары ойланады, бері ойланады. Содан мағынасын білмейді, жаңағы 4 теңге табыс табам, 4 теңге зиян шегем дегенше, түк мағынасын түсінбейді. Одан бір кезде уәзірлер жаңағы етікшіге келеді. Етікші, бізге кешегі байға айтқан сөзінің мағынасын түсіндіріп берші дейді. Етікші айтады, жоқ, мен ханның өзіне барып түсіндірем бұны. Мен сендерге айтпаймын дейді. Сосын уәзірлер айтады, біз саған көп ақша береміз, сен бізге осыны түсіндіріп бер дейді. Сосын етікші айтады, мен өзімді байға апарыңдар, мен байға өзім айтып беремін дейді. Сонда бай айтады, 4 теңге табыс, 4 теңге зиян шегем деген мағынасын түсіндір маған дейді. Сонда жаңағы етікші айтады, 4 теңге пайда табамын дегенім, 1 теңгемді отбасыма жұмсаймын дегенім, 1 теңгемді құдыққа тастаймын дегенім, 1 теңгемді қайтып келген қызым бар, соған жұмсаймын дегенім, 1 теңгемді өсіп келе жатқан балам бар, болашақта сол бала маған қарайды ғой деп, 1 теңгемді соған жұмсаймын. Ал 4-ші теңгемді өзімнің міндетімнен парызымнан құтылу үшін ата-анама жұмсаймын деген екен. Сонда бай бұл уәзірдің ақылдылығына, даналығына таң қалып, сен етікші емессің, енді менің жөнімде уәзір боласың, менің ақылшым боласың, маған ақыл айтып, кеңес беріп отырасың деп, етікшіні бай өзінің жөніне алған екен. Көрдіңдер ме? Уәзір деген өте ақылды адамдар болады ғой, байдың жөнінде ақыл кеңес беретін. Сол ақыл кеңесшінің бірі осы етікші болады екен.